Ұзақ өмір сүргендерден не үйренуге болады? Ғалымдар әлемде 5 жерде жасы 100-ден асқан адамдардың көп тұратынын анықтапты. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны баса кетіңізші. Сіздің қолдауыңыз маған өте маңызды әрі шабыт алып келеді. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Кеттік ендеше, видеоны соңына дейін қараңыздар, сізге пайдалы болады деген сенімдемін. Ғалымдар әлемде 5 жерде жасы 100-ден асқан адамдардың көп тұратынын анықтапты. Олар Сардиния, яғни Италия, Греция, Жапония аралдары мен Никоя және ақш-тың Калифорния штатындағы Лома-Линда деп аталатын жер екен. Оларға көгілдір аумақ деген ат берілген екен. Яғни бұл аумақтар адам ағзасына өте жайлы саналады деп жазады Ауырмаңыз газеті. Климаты субтропикалыққа жақын, ауасы таза, тыныш аумақтар. Міне, осы аумақ тұрғындарының өмір салтына қарап, не алуға болады дейді ғалымдар. Мысалы, Окинава тұрғындары мынадай дәстүрлер ұстанады екен, яғни жапондықтар. Жапондықтар тамақты асқазанды толтыра жемеу, ары кетсе 80%-дан аспауы керек, тамақты салуға ыдыс қолданған дұрыс деп санайды. Және де таңнан кешке дейін қысқа уақыт жүрек жалғай салу дұрыс емес. Тамақты асықпай ішу керек. Қорытылуы баяу, калориясы мол тағамды мүмкін болса күннің бірінші жартысында жеген жөн. Мұндай әдетті үлкен қала тұрғындары өздеріне қалыптастырса болады. Сондай-ақ босаңсу мен стрессті жоюға қатысты мынадай жайларды да есте ұстаған абзал. Жұмыста міндетті түрде 1-3 минуттық үзілістер жасап тұру керек. Бұл кезде қажет жерге телефон шалуға, аздап әңгіме айтуға болады, бірақ тым созбау керек. 3-4 минутты уақытты қоршаған ортаға мән беруге арнау керек. Мүмкін болса, йога мен медитациямен айналысуға болады. Ультракүлгін сәулелер күшеймей тұрғанда күн көзінде жиірек болған жақсы. Ол D витамині түзілуіне жол ашады. Сол арқылы сүйекті ағзаны нығайтады. Адамда сенім, мақсат, қызықшылық, хобби болу керек. Сонда миға жақсы, ол жаттығады, ақыл-ой, сана толысады. Отбасымен, қоршаған ортамен қарым-қатынасы жақсы болу керек, дейді жапондықтар. Жалпы, адам ұзақ өмір сүру үшін өз денсаулығына мұқият болғаны, саламатты өмір салтын ұстанғаны, ағзаға жағымды, өмірге құштарлықты арттыратын істермен айналысқаны абзал дейді ғалымдар. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп пікір жаса кетіңіздер. Өмір сүру өте оңай әрі жеңіл. Соны қиындатпай өз қолымыздан жасап алмайық. Дендеріңіз сау болсын, сау саламатта болыңыздар.